жинаңдар. Тез етеміз, балалар. Уақыт жоқ. Әттең-ай, мамамызда бір тыныш салып қалса екен. Сандықта нем бар? Өмір ашпадық, аш көрейін. Қараңдар не табылған? Бұл не? Сихырлы кітап па? Білмеймін. Ана аш көрейікші. Сихырламайықшы. Көрейікші, кәне аш көр. Біреу мазаларыңды алып жатыр ма? Ендеше сиқыр қолданып көргілерің келеді ме? Я, бізге тыныштық керек. Анамыз ойыншыққа айнал деп айтыңдар, бірақ абай болыңдар. Анамыз ойыншыққа айналсын. Үйге жинап. Ой, не болып кетті? Анамыз пониға айналып кетті. Еще сөйлейді. Анамыз біздің қолымызда. Yes! Бәрібір үйді жинап сабақ оқисыңдар. Шашадық. Қатты шашадым. Шаршадық. Анамыздың айтқан дұрыс екен ғой. Сабағымызда оқылмады. Бәрі өз орнына келгенін қаласаңдар, анамыз қайта қалпына келсін деңдер. Анамыз қайта қалпына келсін. Сиқырсыз да өмір сүруге болады екен ғой. Иә, алдағы уақытта бұл кітап бізге керек болады. Я, ендеше бұл кітапты өзімізге қалдырайық. Екінші серия бұдан да қызық болады. Сондықтан да біздің арнаға тіркеліп қойыңыздар. Пока!